Сәлем достар, қырық сұрақ. Бүгін бізде қонақта Ермұхамед Мәулен. Ол ішіп алып ұсталмаған, ол біреумен төбелеспеген, ол білмеймін, ол дискотеканы шулатпаған. Көптеген Қазақстан футбол клубының схемасын айтып бердіңіз. Егер олардың заңгерлері маған сотқа беретін болса, олар жеңіп кетуі мүмкін деген сияқты. Спорт жайлы, футбол жайлы букмекерлік кеңсесі айту, көрсету мүмкін ба? 1 миллион теңге қойған кезім болды. Ұттыңыз ба? Жоқ, ұтылдым. Былай желпей бастады, сөйтсем бұл Францияның жеңісті рухы екен. Шампанның бөтелкесін тық дегізіп аштым да, әле Франция деп, солар үшін бір рет алып қойдым деген сияқты. Сәлем достар, қырық сұрақ. Бүгін бізде қонақта Ермұхамед Мәулен. Ассалаумалейкум. Ереке, өзіңізді 3 сөзбен таныстырып кетіңізші. Енді комментатор, спорт журналисі, тағы не айтсам, енді 3-ші сөз патриот, ұлтжанды адамы ғой енді дегіз. Сондайым бар енді, өтірік айтпай қойайды. Қазір интервью 5 деп сұрап жатқандар көп па? Көп, өте көп. Соңғы бір неден кейін, подкасттан кейін, TikTokқа қатты тарап кетті. Көптеген Қазақстан футбол клубының схемасын айтып бердіңіз. Қазір әлі де айтып жатырмын, мен YouTube каналым бар, Аладоп деген. Тіркеліп қойыңыздар. Соған мен әр апта сайын бір клубтың жаңағы былығын әшкере қылып, соларды жайлап ашып айтып отырмын. Бірақ менде қазір бір проблема бар да, үлкен проблема бұл. Өткен жолы бірінші видеомнан кейін маған негізі юристтер хабарласты да. Негізі менің айтқаным... Клубтың өтініші бойынша ма? Клубтың өтініші емес, басқа федерация бар, басқа да ұйымдар бар ғой Астанада. Солардың юристтері, заңгерлері хабарласып, сіз бәрін дұрыс айтып жатсыз, бірақ нақты атауын, клубтың нақты адамның фамилиясын және датасын айтпауым керек екен. Сол мен жаңа өткен жылы деген бір сөз айтқан ғой. Соның өзі мәселе болды ғой. Өткен жылы деп айтпауым керек екен негізі. Ол былайша айтқанда мен біреудің былығын ашып қойып жатсың, және оларға ол ұнамайды. Егер олардың заңгерлері маған сотқа беретін болса, олар жеңіп кетуі мүмкін деген сияқты нұсқалар ғой. Бермейтін шығар енді. Бірақ қорқып айтпай қоймайсыз ба енді? Жоқ, мен енді шет жағасын жаңағыдай астарлап айтып жатырмын. Одан кейін олардың өздері мені сотқа бере алмайтындай әңгімелер айтып жатырмын ғой қазір. Күмәнді емес, нақты 100% өзім сенімді болған нәрселерді ғана айтып отырмын. Ол менің журналистикадағы жалпы басқа да абыройыма ешқандай нұсқан келтірмейді деп ойлаймын. Өйткені ол дұрыс нәрсе. Мен өзім 100% сенімдімін да ол нәрсені. Жақсы. Ереке, комментаторлық қалай басталды? 2010 жылы жаз айында кастинг болды. Қазақстан ұлттық арнасы кастинг жасады, өйткені Азия ойындарын жүргізетін адамдар жетіспеді. Соның кейін Чемпиондар лигасын сатып алды олар. Сөйтіп 48 адам бүкіл Қазақстаннан қатыстық. Біраз адам келді. Жаңа Нұржан Еркінұлы дейміз, Шалқар Естен, Мұхаммед Қали, Мұхаммед Али болды болатылы радиода. Дауысы деген күркіреген мықты жігіттер келді енді. Бәрі біледі ғой. Сол 48 адамның ішінде 2-ші турға өттім, 3-ші турға өттім, соңында 4-ші турға өткен кезде Шалқар Естен ғана екеуміз қалдық. Сөйтіп сол кастингті мен бірінші орын алып жеңіп шықтым. Ең бірінші матч қандай? Жүргізген матчым Интер Вердер арасындағы Чемпиондар лигасының матчы. Бірден Чемпиондар лигасының матчы? Ол басқа көрсетілім жоқ қой өзде. Соны жүргізіп шықтым. Өте жақсы болды бірінші эфирім. Бірақ одан кейінгі 2-ші, 3-ші эфирлерім нашар болды мен. Бірінші эфирге мықты дайындалып келген болсам керек. Одан кейін мен комментаторым ғой, эфирге үйреніп қалдым ғой деп, сөйтіп Зенит пен Хайдуктың ойында бір 3-4 қателік жасадым. Негізі басында 4-5 қателік кәдімгі әр эфир сайын сөгіс естейтіндер кездің болған негізі. Өйткені ол кезде ұлттық арнаның шеф-редактор дейміз ғой, бас редактор дейміз. Сол Қайнар Олжай деген кісі. Енді бәріңіз білесіздер, ол кісі бүкіл қазақтың әріп сөзі, қалай, қай жерде сөз сапталу керек, бәрін білетін адам ғой, енді кітап жазып жүрген соған байланысты. Сол кісіден мен талай сөгіс естігем негізі. Сөйтіп барып, адам болып кеттік қой дегендей ғой енді. Сондай жағдайлар болды. Армандадыңыз комментатор болуды? Армандадым кәдімгі. Мен енді негіз Таразда жүрген футбол ойнадым да, футболшы карьерам болмады. Тоқтап қалды, содан кейін
амал жоқ, осы жаңа Казгуге оқуға түскеннен кейін осы комментатор, спорт журналист болғым келді. Сол арманыма жеттім әйтеуір. Өйткені бірінші курсқа түскеннен бастап мен түбі сондай спорт комментаторы боламын деп, өңкей спорт газеттерін оқитынмын Казгудегі. Сосын мақала жаздым. 2007 жылы алғашқы мақалам шықты спорт айдыны деген газетке. Несіп Жүнісбаев, бас редактор, Дүрәл Дүйсебай, сондай ағаларымызбен жұмыс істей бастадым. Сөйтіп мақала өте көп жаздым. Сөйтіп 4-ші курс бітірген кезде мен мақтанышпен айтам группалас курстастарыма, маған 2 газет таласты ғой кәдімгі. Соның біреуі звондады, сен бізге келсейші? Алматы қаласында. Иә, Алматы қаласында. Сөйтіп оған бармадым да, келесі 2-ші газетші Алматы ақшамы шақырды, қоймай шақырды. Және жақсы, жалақысы да көп болды, қаламақысы да көп болды. Сосын Алматы ақшамына кірдім. Спорт журналист болып жазып, мақала жазып жүрдім. Сонда жалпы комментатор болу үшін мақала жаза алатын адам болғаны дұрыс екен. Өйткені ойлау жүйесі, газетте мақала жазған адамда кішкене жинақы болады да. Ерген, комментаторлықтан кімге еліктедіңіз? Енді Қазақстанда комментаторға еліктегенде өз бір адам ғой, Амангелді Сейітхан. Сол кісіге еліктедім, оның жасыратын ештеңесі жоқ. Сол кісінің жүргізгендерін кезінде тыңдағам. Ол кісімен сол Казгуде оқып жүрген кезде жеке таныс болдық, өйткені ол кісі Казгуде сабақ берді ғой бізге. Сондықтан жалғыз бір көмерім сол кісі еді. Сол Амангелді Сейітхан. Сіз үшін топ 3 комментатор Қазақстанда болсын, Ресейде болсын? Енді Қазақстанда енді міне Амангелді Сейітхан, Есей Жеңісұлы мықты комментатор. Үшіншісі? Қазіргі мына өсіп келе жатқан жастардан сол Ерсін Ерікті айтам. Мықты өсіп келе жатыр, жақсы комментатор болды. Сіз бірақ қазір комментаторсыз, бірақ штаттық жұмыс жасамайсыз. Иә, жасамайсыз. Қазспортта. Арасында шақырады, мынандай матч бар дейді. Барымда жүргізіп кетемін. Нештен қаласыз? Қазір көтерді оны, 16.000 теңге ма сондай? 2 есеге көтерді де? Иә, 8.500 теңге де бұрын. Қазір 16.000 болды, кейбір 2 сағаттан асып кетсе 20.000 теңге береді. Сондай. Сіздер ана экстра тайм болса екен деп отырасыз? Пенальтилер теуіп па? Ол жалығып кетесің оның ақшаны. Қазір қандай жұмыс істейсіз? Қазір Қазақстан футбол федерациясы президентінің кеңесшісімін. Ресми жұмысым сол. Бірақ негізінен бұл жерде баспасөзге байланысты ғана кеңесшімін. Шын айтқанда, бір масқара пресс-конференцияда мысалға айтасыз, мынаны айту керек, мынаны айтпау керек деген секілді. Сол пресс-конференцияны өзім жүргіземін ғой. Негізгі мен өзімнің іштей ойымша, мен Қазақстан ұлттық құрамасының баспасөз хатшысымын. Сол жұмыс маған ұнайды, мен соны істеймін. Ал енді кейде басшымыз жаңағы 1-2 мәселелер туындайды, мынау неге былай жазып жатыр, ол неге түсінбей ме, сол журналистерге түсіндіріп айтам, ол мынандай нәрсе. Футболдың негізі шын айтқанда ішкі кухнясында болып жатқан көп нәрсені адамдар біле бермейді. Және тіпті Қазақстандағы әжептәуір бедел журналистердің өзі түсінбейді кейде қалай болып жатқан. Біз бұл өмір бақи жұмбақ болып қойған ғой. Қазақстан футбол федерациясы мынау айдалада ақ отау, аузы мұрын жоқ отау дегендей ешкіммен байланыспаған, өзі жабық бүйтіп тығылып отырған қаншама жылдар бойы. Қазір басқаша болып тұр. Ерген, сіз келгелі жалпы қазіргі жасап жатқан жігіттердің де еңбегі бар СММ-нің, бірақ Қазақстан футбол федерациясы қазақланды. Қазақша жаза бастады, Астана аренада қазақша өлеңдер бола бастады. Оны немен байланыстырасыз? Енді мені жұмысқа шақырған кезде 2020 жылы, 20 жылдың соңында, сол келген кезде мен баспасөзге келдім. Ол жерде маған толықтай карт-бланш дейді ғой, білгеніңді істе деген сияқты сондай болды менде, өтірік айтпай қояйын. Өйткені мен жұмысқа келген кезде мен айттым, мен біраз нәрсе өзгерткім келеді. Ой, білгеніңді істе айналайын деді маған, басшылықтар айтты. Ол кезде Азамат Айтқожин деген кісі болды. Ол кісіде кішкене бір жүрегінде бір ұлтшылдық нелері бар. Оны енді білмеген ғой, енді осындай баспасөзде не болып жатқан кісілер араласпайды, үлкен проблемалар бар. Содан мен келдім де бәрін жайлап қазақшылай бастадым. Ең бірінші бастағаным бұл 1992 жылдан бері Қазақстан ұлттық құрама командасының 230-ға жуық ойыны орыс тілінде жазылған ғой, протокол, хаттама дейді ғой. Соны түгел бір 4 күндей түнімен отырып, соны қазақшылап шықтым. Қазір бәрі қазақ тілінде сайтта тұр. Мысалы, ол бір нәрсе. Содан кейін мына стадионға өлеңдер қояды, кейбір орыстың өлеңдері бірдеңе, шетел, ағылшын.
болмайды дедім да, сөйтіп жайлап бір жігіт келді, маған енді қандай өлең таңдауым керек деді. Соны айттым, қазір мен саған көмектесем, скачать етіп беремін, ол енді оның жұмысы ғой, соған мен саған көмектесемін деп, жаңағы оның ісіне араласып, өзім қитұрқы бір әрекеттерімді жасап, ана жерде 21 өлең қазақ тілінде сол күйі көшіріп беріп, міне осы флеш. Күні бүгінге дейін қойылады. Иә, сол өлеңдер тұр қазір. Ана рух беретін әндер, мен қазақпын. Біздің жігіттер деген сол кетті ғой, Қазақстан ұлттық құрамасының гимні сияқты болып кетті. Одан кейін жаңа бастық айтты, мынауың тамаша екен, керемет. Сосын ана Қуандық Рахым деген жігітті шақырайық осы стадионға келіп өлең айтсын деді. Ол дұрыс дедім, тамаша. Ана мен қазақпын, мен айтатын қазақ. Соны айтқызайық десек, УЕФА-ның протокол жаңа хаттамасы бар, олардың заңы бар. Ол айтуға болмайды екен. Өйткені жаңа 15 минут бұрын матчқа жаңа төрешілер жаттығуға шығады, жарты сағат бұрын тағы да бірдеңке болады, ресми жағдайлар болады. Сондықтан айтуға болмайды екен. Оны 45 минут бұрын айтуға рұқсат. Бірақ ол 45 минут бұрын біздің Қазақстанда ешкім келмейді. Өз матч басталуға шмейт қаған кезде кіріп жатады адамдар. Сондықтан енді бәлкім кейін көре жатармыз енді осындай жағдай болып жатса, осындай қазақтың рухын көтеретін әншілерді айтайық, шақырайық. Одан кейін жаңағы Атамекен деген өлеңді 30-шы минутта айтайық деп мен бір ұран көтергем, жанкүйерлерге айттым, сөйтсем, бәрі жақсы айтып жүр. Қазір Қазақстан бүкіл стадионда айтып жүр. Оған дейін де айтып жүрген негізі. Мен соны одан ары қарай жаңағы интернет арқылы көтеріп сөйтіп жібердім. Одан кейін жаңағы журнал дейді ғой, жаңа ресми Қазақстан футбол федерациясы журнал шығару керек. Сол журналдың өзі өмір бақи орысша шығып келген ғой 91 жылдан бері. Неге орыс тілінде шыққан мен түсінбеймін. Сосын оны да қазақшалап тастадым. Түгел қазақша шығардым. Және Талғат Марол Байсуфенов екеуміз баспасөз мәслихатын өткіздік. Бірде-бір орыс тілде сұрақ болмады ғой. Қазақ тілінде болды. Ол да бір қызық оқиға. Қазақстан футболының тарихында бірінші рет деп оның кезінде марқұм Амангелді ағамыз Фейсбукқа жазып, ой, мынандай нәрсе көреміз ба, өмірімізде көрмейміз бе деп жүрсек, көрсеттің-ау деп сөйтіп мені де мақтап жазып жатты. Бірақ ана адамдар мақтаған сайын, ана менің абыройым артқан сайын ол өте қиын. Ана орыс тілді журналистер бар осы Қазақстанда. Енді орыс тілді қоғам бар ғой, орыс тілді орыстар бар, орыс тілді адамдар бар деп айтайыншы. Қазспортты басқарып отырған бір редакциясында да жүрген адамдар да бар ғой. Иә, бар. Айтпасам, қазақ тілді бағдарламаның шеф-редакторлары орыс тілді адам болуы мүмкін. Мүмкін, талай болды ғой ондай нәрселер. Сондай нәрселермен күресу керек. Одан кейін жаңа менің өмірдегі ұстаным, мен талай жаңа спорт журналистикасы журналист болып жүрген кезде талай осындай нәрсені көрген ғой, енді Алматыда жүргенде. Содан мен көзім жеткеніп, бұны дабырағып, шу қылып, хайвай, не масқара демей, біртіндеп тып-тыныш, осындай ма, жарайды деп, осылай қазақ тілінің ақырын өзгерте беру керек. Оны даудамай жасаудың керегі жоқ. Тоқаев Қасым-Жомарт Кемелұлы енді дипломат, білімді адам ғой, масқара. Ол кісі де айтады ғой, жолдауында астарын түсінсеңіздер, соны айтады, ол даудамай шығарып, хайвай шығарып, қоғамда мына орысша сөйлесе, қазақша жауап бер деп жаңағындай талап қоймаңдар. Ол осылай біртіндеп келеді. Біз соған жеткізуіміз керек. Міне футболда соған жағдай жақсарып қалды кішкене. Көшілгер болып қалды. Қазақстан футбол федерациясы бас кеңсе қазақ тілінде сөйлемесе, басқа клубтар қазақша сөйлемейді. Ол 100%. Енді біз қазақ тілінде сөйлеп отырмыз. Қазір біздің Инстаграм, Ютубымыз түгел қазақша кәдімгі. Сөйтіп болғаннан кейін жайлап ертең Қайсар футбол клубы, Тараз, Қайрат футбол клубы бәрі қазақша сөйлейміз. Ол Қайратқа да қинап тұрып қазақ тілінде пост жазғызған мен бір рет Фейсбукта шу қылып, әзербайжандықтар қош келдіңіздер деген ғой, сөйтсе бұлар добро пожаловать деп жазады дейді. Қазақ тілінде жазып тұр ғой саған. Ол соны қазақ тілін білетін адам жоқтан ай ішінде. Масқара, ұят нәрселер осындай болды енді. Содан кейін жаңа ең сорағылығы шыңы мен кәдімгі көзіме жас ала жазған жағдай болды. Украинаға бармайын ба? Сөйтіп жаңағы Александр Драган деген олардың баспасөз хатшысы, тура мен сияқты адамы бар, және УЕФА-дан бізге делегат келеді. Сол бүкіл нені басқаратын адам. Ол Литвадан келген, орыс тілді адам екен да. Ол сол орыс тілді болған қайта жақсы болды. Сөйтсем анау Александр Драган Олимпийский стадион ғой, 80 мың адам сиятын. Соған орыс тіліндегі дикторды және ағылшын тілді дикторды алып келіп қойған. Сөйтіп өзіміздің тіліміз деп украин тілінің дикторына келген, 3 тілді.
сөйтсем де мен айтамын, мына үш тіл дегенің біріншіден көп қой деймін, екіншіден қазақ тілі қайда сонда десем, орыс тілі неге тұр десем, Украинаның жаңағы адамдар айтады ғой, өмір бақи Қазақстан жастар құрамасы келді, қыздар құрамасы, ұлттық құрамаларын қанша рет келіп кетті, өмір бақи орыс тіліндегі диктор сұрадыңдар ғой, содан қойып келе жатырмыз, қазір сұрамаймыз да сендерден, автоматически Қазақстан келген кезде орыс тіліндегі диктор тауып алып келіп қоя саламыз, оп-оңай, ондай адам көп Украинада, дұрыс па? Сөйтіп қойып, содан миыма, басыма қаным шабады да мен жоқ деймін, мен талап етем, мен Қазақстаннан келіп отырмын, Қазақстан деген мемлекеттің атын атаған кезде қазақ тілі ғой, қазақ тілі деген тіл бар, білесің бе десем, білеміз бәріміз, сол тілде сөйлейсіңдер ма сонда сендер? Мен орыс тілін осы 2 жыл бұрын Астанаға келіп үйреніп алған адаммын, қазақша сөйлеймін, мемлекеттің 70% қазақ тілінде сөйлейді, сондықтан мен талап етем, қазақ тілін қойыңыздар. Делегатқа айтып ем, делегат айтты, егер Қазақстан футбол федерациясының ресми адамы қазақ тілін қой десе, онда қазақ тілін қоюларың тиіс деді. Сөйтіп ана Александр Драган тұрды да, жарайды деп, Ермұхамед жүр кофе ішейік бірдеңе деп мені сыртқа алып шықты да стадион шетіне. Айтады, масқара, сен қаяқтан шыққан адамсың, ондай жоқ еді, мен қазір енді ойлашы, матч басталу, ертең матч болады, мен қазақ тілді адамды Киевтен қаяқтан табамын, сен мен тупикке тіреп отырсың ғой қазір ана делегаттың алдында дейді. Сөйтіп айтып, осындай нәрсе болатын мен шамамен сездім. Осында Дархан Аманович Калетаев басқаратын посольство бар, соның көмекшісі бар азамат деген. Соған хабарласып, қазақ тілді жүргізе алатын сондай диктор жігіт бар екен. Соны тауып қойдым, нөмірі бар менде деймін. Сөйтсем анам, сен масқара адам екенсің. Әкел онда деді. Енді бұған ақша төлеу керек қой дейді. Ақша төлемей ақ қой, тегін ақ жүргізеді, Қазақстанның баласы ғой, қазақ үшін бірінші рет осындай. Сөйтіп жаңа жігітке звондап, осындай диктор керек еді қазақ тілді. Маған айтты, мен барам ертең деді. Келіңіз деді. Сөйтіп ол жігіт маған WhatsApp-қа жазды. Аға, мына қалай жүргізем, қалай сөйлеймін. Соны мен бәрін жазып бердім. Міне ардақты ағайын деген сияқты сөздерді қос. Алаш жұрты деп жазып айта бер. Сен кім біліп отырсың? Сөйтіп сөйлеп, Украинада халықаралық жаңағы матчта қазақ тілді бірінші рет. Олимпийский стадионда. Кәдімгі 80 мың. Ол жерде жаңа Амангелді Сейітхан ағам, Серғали бала, жаңа комментаторлар бәрі көріп, әргіз алып отырды ғой, қазақша сөйлеп отырды ана стадионшы. Сонан жаңа шыққаннан кейін Елдос Ахметов жаңа футболисттер болды ғой. Немене бөле дейді. Шымкентте ма Таразда ойнап жатқан сияқты болып қалдық қой дейді. Диктор қазақша сөйлеп отыр ғой дейді. Енді олар да сезеді ғой, жасыл алаңға шыққан кезде қазақша музыка қосылып, жаңа қазақша сөйлеп жатса бір Алматыда ма бір жерде ойнап жатқан сияқты сезініп қалған ғой. Сөйтіп сол ойын бірде-бір тең ойнап шықтық қой. Көрдіңіз, нәтиже қандай. Ол да әсер етеді ғой. Футболда кем-кетік жаңағыдай кішкентай ұсақ-түйек нәрсе болмайды. В футболе не бывает мелочи дейді ғой. Сол сияқты ғой. Ереке, осы футболистердің арасында, тренерлардың арасында досыңыз бар ма? Бар. Кімді дос деп айта аласыз? Енді жаңағы Елдос Ахметов, Жандос Ахметов менің досым, футбол клубының директоры. Кімдер, енді қатты бір керемет дос болмасақ та жақсы араласатын жігіттер бар. Мысалы, Исламбек Қуат екеуміз өте қатты досымыз негізі, өтірік айтпай қояйын. Бар еді, Абзал Бейсебек. Қазақ футболшыларымыз бәрімен жақсы араласам. Солар жайлы мақтап жазған посттарыңыз, мақалаларыңыз болды ма? Болды, өтірік айтпай қояйын. 1-2 рет болды. Мен Исламбек Қуатты мақтадым, ол мақтауға тұрарлықтай адам. Сосын қандай? Болды енді, соны ғана мақтап жазған шығармын. Ал клубтарды ақшаға мақала жазған. Ереке мынаны мақтап жіберу керек. Ондай жоқ менде. Ондай алған жоқпын. Бірақ ұсыныстар болды ма? Бар, ұсыныстар болады. Абыройы өте жаңағыдай қоғамда түсіп кеткен сондай адамдар келеді ғой. Мен ондайды жасамаймын шын айтқанда. Мен қазір мысалы мен футбол федерациясының ресми өкілім, маған өйтіп қазір шықпайтын да болды ондай. Басқа журналистерге бәлкім шығатын да шығар. Білмеймін, қазір соңғы кездері ондай азайып кетті ғой қазір. Шын айтқанда, пост жазып, ақшамен бүйті, сөйтті деген сияқты. Мен Инстаграм тұр ішінде посттың бәрін оқып шықсаңдар болады, ешкімді бақтаған бір пост жоқ шын айтқанда. Жақсы. Ереке,
спорт жайлы, футбол жайлы букмекерлік кеңсесі айту, көрсету мүмкін ба? Мүмкін емес. Қазіргі Қазақстанда, қазіргі қоғамның реалиінде мүмкін емес деп есептеймін. Ол екеуі біте қайнасып кеткен нәрсе ғой. Енді шын айтқанда, букмекерлік кеңсе деген бұл өте ауыр тақырып. Мен сізге, сіз ол сұраққа екі адам ретінде жауап беріңізші. Комментатор ретінде біріншісі. Одан кейін дінтану факультетін бітірген адам ретінде. Дінтану факультетін бітірген адам ретінде де, комментатор ретінде де мен айтатыным бір, ол енді мынау ең алғашқы олимпиада болған кезде де, оған дейін де бұл бәс тігу деген болған, бұл тотализатор. Мынаған бәс теседі адам, ғалымдар бәс тескен, сонау ежелгі Грекияда бәс тескен. Ол 1913 жылы Ұлыбританияда букмекерлік кеңсе ашылған. Ол сол жабылған жоқ, әлі жұмыс істеп келіп жатыр да, мысалы. Біз айтамыз, Ұлыбритания, Англия, қаншама ойшыл адамдар шыққан, Италия, Европаның дамыған ойшыл, Франция, мысалы, қаншама философтар шыққан мемлекет. Соның үшін бәрінде букмекерлік кеңселер бар, құдайға шүкір. Тек бұл жерде адамның санасы, қоғамның, сол ойнайтын адамның өзінің қателігі да. Біздің қоғам соған дайын емес әлі. Ол біртінде пісет. Ол букмекерлік кеңсеге ойнай алатын адам бар, ойнай алмайтын адам бар. Мысалға, Қазақстанда 100 мың адам ойнады десек, соның 90 мыңы әлі білмейді, отпен ойнап жүрген. Ал 10 мың адам ол білетін адамдар кәдімгі. Бірақ олардың да құқығын шектемеу керек қой. Ол ойнағысы келе ме? Ойнасын Қазақстанда. Бірақ ол тым көп емес па? Мысалға, біздің премьер-лиганың букмекерлігімен аталуы барлық жерде, мысалы Алматыда, мысалға, сіз енді аэропорттан түскеннен бастап барар үйіңізге дейін букмекердің рекламасын көріп келесіз. Мен соны жаңа қазір заңнама дайындалып жатыр деп есептедім, естідім да. Ол дұрыс деп есептеймін, өйткені әуежайдағы, вокзалдағы жарнамаларды құрту керек. Ол ашықтан ашық, ол агрессивті реклама деп аталады. Сондықтан ол болмау керек. Ол тек спорт сайттарында, спортты оқитын адамдардың ішінде ғана болу керек ол реклама. Сондықтан мен осыған қарсымын. Болмаса жаңа Ресейде істеді, түнгі сағат 11-ден кейін ғана жарнама беруге болады деген сияқты. Сондай нәрсе болсын. Букмекерлік кеңсенің жарнамасын шектеу керек Қазақстанда. Мен оған қарсы емеспін. Тамаша, дұрыс ұсыныс. Бірақ олар, мысалға, сіз айтып отырсыз, чемпионатқа қаншама ақша беріп отыр ол Олимпиад. Қаншама ақшаны басқа кеңсе беріп отыр. Юбет деп аталады. 1xbet, ол бәрін атай берсең көп қой. Бәрі қаржы беріп отыр. Солардың орнына басқа бір кеңсе компания келіп, біз демеуші болайық сендерге, маңдар сендерге тура сондай ақша десе, ойланасың ғой. Мысалы, жарайды, оны алмай қойып, мұнан алайық деп. Ондай альтернативті ұсыныс жоқ болғаннан кейін, амал жоқ, жалғыз спортты, футболды қолдайтын букмекерлік кеңсе болғаннан кейін амал жоқ аласың ғой, жарнама. Сөйтіп алып отыр да клубтар. Ең көп неше теңге алдыңыз? Букмекерлік кеңседен ба? Иә. Мен ана жарыс ұтып алдым өткенде. Болжамшылар бәйгесі деген катарда 500 мың теңге бірінші орын алдым. Букмекерлік кеңсеге. Жалпы жарнама жайлы. Сіз өзіңіздің Инстаграмыңызда, Фейсбукта жарнамалаймын, иә. Жарнамалайсыз. Құны неше теңге? Енді әрқайсысы әртүрлі. Біреу 70 мың теңге, біреу 80 мың теңге, біреу 100 мың теңге береді. Кейбіреулер бар, 250 мың теңге береді бір постқа мысалы. Енді сен ойла, менің қазір жалақым 300-400 мың теңгенің көлемінде. Мен комментаторлық еткенге жаңа 16 мың теңге аламын. Маған да ақша керек, менде пәтер алғым келеді, менде жақсы өмір сүргім келеді. Оны жарнаманы мен не үшін алам? Егер бүкіл қоғам алмай, мен ғана алып атсам, мен түсінерім. Сен ойлашы, ұлттың үнжұрғасы, қазақ радиосы деп айтады да, біздің радиомыздың демеушісі Олимпиад букмекерлік кеңсесі. Ол түк емес, бәйгенің демеушісі болған. Ұлттық арнада бар, ол хабарда бар, республиканың бүкіл Тоқаевты көрсететін каналдардың өзі Олимпиад жарнамалайды, 1xbet жарнамалайды. Мен неге жарнамаламаймын? Мен спорт журналист, мен ғана жарнамалам керек. Негізі да, егер ойланып қарасаңыз, адамгершілік тұрғыдан. Солай болу керек. Спорт, жаңағы мені Берденов деген жігіттер, Дархан Қыдырәлі министр болған кезде соны заңнамасын дайындаған екен ғой негізі. Соны жаңағы енді спорт сайттары, спорт радиосы, спортқа байланысты баспасөз өкілдері ғана жарнамалай алады. Ол дұрыс мені, солай болсын. Мен комментаторым бар, менің оқырмандарым ол футболдың желігін шағып, майын ішкен адамдар, оларға букмекерлік кеңсе деген бір қатты проблема емес, олар біледі оны. Ең көп неше теңге қойдыңыз? Бәс па? 1 миллион теңге қойған кезім болды. Ұттыңыз ба? Жоқ, ұтылдым. Енді ұтқан кезімде бар, бірақ ол кезде бір 700-800 ғана қойдым. Мынандай бір
әңгіме естігем. Ермұхамед Мәулен Астанадағы пәтерінің бірінші жаңа первоначальный взнос дейді ғой, ипотекадағы, иә, бәспен ұтып алған деген. Рас, ол рас енді. Ол 2014 жылы. Неше теңге қойып едіңіз? Ол кезде 450 мың теңге қойдым. Сол шамамен сондай ақша болды. Соны жаңа ПСЖ мен Челси ойнаған кезде мен өз ПСЖ-ға жанкүйер болып жүрдім. Өйткені Златан Ибрахимович сол жақта ойнады, Кавани болды. Олар оның үстіне бір дүниелер ұтылған. Екінші ойында келіп Лондонға келіп отырып жіберді. Сол кезде мен ана ПСЖ-ның келесі кезеңге өтеді деген болжадым. Жаңа сенімді болдым. Сөйтіп шықты да ол бәсім 1 миллион 300 мың теңге дей ма, сондай ақша ұттым. Енді соны ақшаны мен тұрдым да жаңағы отбасы банк дейміз ғой қазір, Жилстройсбербанкқа салғам. Сосын ол жердегі ақшалардың саны 3 миллион теңгеге жеткен. Алғашқы жарна дайын тұр. Иә, сөйтіп алғашқы пәтерімді соған алғам, өтірік айтпай қойын. Ол кезде 30%-ын құйсаң, өркен деген бағдарлама болатын, сөйтіп сол үйді алғам. Бірақ енді кейбіреулер айтып жүрді, Ермұхамед Мәулен алғашқы пәтерін букмекерлік кеңседен ұтқан ақшасын алды. Ондай емес. Ипотекаға алдым, бірақ енді 30%-ның жартысы ғой енді былайша айтқанда. Ол кезде алғашқы жарнаны тапқан адам болды, үй ала беретін еді ғой, өгіз қиын еді ғой. Сол алғашқы жарнаны табуыма анау жаңа 30 зор септігін тигізді, оны мойындаймын. Ереке, егер сізде мүмкіндік болса, Қазақстан премьер-лигасында, жалпы қазақ футболында бір нәрсені өзгертуге не өзгертетін едіңіз? Бір нәрсені өзгерту ол қиын. Бірнеше нәрсе өзгертуім керек. Мысалға, бізде мынау легионерлер бар ғой. Сол өте даулы мәселе, ол өте қиын нәрсе. Жергілікті футболшыларымыз ойнамай қояды, легионерлер болмаса. Соларға ұмтылып, солармен бәсекелес болу керек. Бірақ біздің легионерлердің Қазақстандағы саны қазір 7 болып тұр. Сол 7-ді мен айтарым 4-ге қысқартайық. Болмаса 5-ге қысқартайық. 11 ойыншының. 11 ойыншының 5-ге қазір легионер алаңға шығады ғой. Қалған 2-і қосалқы құрамда тұрады. Ол жалпы 7 деген сөз. Сол 7-ді 5-ге қысқартуымыз керек те. Және екінші проблема, біз 2-3 жыл өтті қазір, мен қайта-қайта айтып жүрмін. Еуразиялық ынтымақтастық экономикалық одақ деген бар, ЕАЭС дейміз. Соның мемлекеттің адамдары Қазақстанда легионер емес. Неге легионер емес? Ресейлік, Беларусь, Армения, Қырғызстан, осы футболшылар легионер емес. Бұл футболы керемет бір дамыған Бельгия, Нидерланды болса, мен үндемей отырарым, жарайды, жақсы. Жақсы, біздің ойыншылар өседі деп. Иә, аналардан келіп атқан ойыншылар Ресейдің 2-ші лигасында ойнайтын қосалқы құрамында отырған Роман Изотов деген футболшыны Ақтөбе футбол клубы сатып алып мысалы да, алып отыр. Соған 4-8 миллион теңге ай сайын жалақы беріп отыр. Енді Қазақстанның ақшасы далаға кетті деген әңгіме ғой бұл. Және ол легионер бір түсінем егер Марин Томасов сияқты жаңа Кабананга, Тувмаси сияқты бір гол ұрып, Қазақстанның бір шетелде танылуына септігін тигізіп жүрген адам болса мақұл. Қосалқы құрамда отырады, гол да соқпайды, ештеңе де істемейді. Не досым, масқара ғой. Ерге, сіз Қазспорттан кеткеннен кейін өзіңіздің жеке брендіңізді Instagram, YouTube дамыта бастадыңыз. Жалпы Қазспорттан кетуіңізді жақсы қадам деп ойлайсыз ба? Әрине, жақсы қадам болды деп есептеймін. Мен оны сұхбаттарымда айттым. Финансылық жағынан да жақсы болды дедіңіз. Бұлай да жақсы болды, шын айтқан. Мен айтып отырмын, 160 мың теңге жалақы алып, мен 5 жыл өмір сүріп, сол жерде жұмыс істеп, отымен кіріп, күлме. Ол Қазспорттың жұмысы деген бар ғой, бітпейді ол одан. Түнгі сағат 4-те бірдеңе істеп жататын қой. Мен түнгі сағат 1:30-да жаңа матч басталады, 3-те бітеді, соны 4-те жаңа обзорын жасап, таңғы эфирге дайындап кету керек. Не азап деймін, не азап, мен жас өмірімді не қыламын 160 мың теңге үшін. Сөйтіп мен кетейін деген жоқ қой, мен шығарып жіберді ғой жұмыстан, білесіңдер, не үшін екен. Сөйтіп мен жұмыстан шығарып жіберген, қандай керемет болған деймін да. Содан мен басқа жаққа жұмысқа тұрдым, хабарға ауыстым, комментатор болып жүрдім, жан жаққа шыға бастады, бос уақытым көп. Сөйтіп білгенім істеп жүріп, көп ақша табатын болдым. Өзім кітап оқып, жан-жақ шетелге шығып, сөйтіп рахат оқып қалдым шын айтқанда. Бұл өмірде содан кейін ештеңе өкінбеу керек. Мысалға, мені басқа жерден қазір жұмыстан шығарып жіберетін болса, аха, жарайды деп тұрып кете беру керек екен. Ол әр нәрсе өзінің қалауымен өмірдің реті сондай екен ғой жалпы. Отбасыңыз жайлы айтып бере аласыз ба? Отбасым, мен әкем негізі футболға қатысы бар адам.
мен оны айтқам, футбол ойнаған адам, үздік сұрмерген болған, Монголияның чемпионатында ойнаған, өйткені Монголияда әскерде служит еткен, негізі Жамбыл облысының адамы ғой. Сөйтіп жаңа Ресейдің бапкерлері ЦСКА дейміз ғой, Мәскеудегі, соған шақырған кезінде. Одан кейін екі ағам, екеуі де спортшылар. Үлкен ағам жаңа шахматтан бүкіл завод қызметкерлері арасында Қазақстан чемпионы, біраз шахматтан үйде грамота жетістіктері бар, чемпион болған талай жерде. Ағам Нұрмұхамед ол кәдімгі футболшы, қазір енді қойды карьерасын аяқтап. Ол қала чемпионаттарында ойнады соңғы кездері, республикалық көптеген жарыстарда чемпион болған. Ол онысымен қоймай жан-жақты адам, енді көп адам таңғалады. Ол волейболдан чемпион, ол баскетболдан облыста чемпион, ол шахматтан да бір-екі жарыс жеңген. Сондай бір достарым бәрі айтады ғой, сен каратэде мастер спортта шығарсың деп. Негізі ондай жоқ қой каратэде. Сондай адам әмбебап. Сол үшінші мен, енді әпкем бар, әпкем университетте жұмыс істейді, қарапайым отбасы. Мамам бухгалтер, әкем механик, сол кәдімгі классикалық үлгі ғой. Ауылға қашан бардың соңғы рет? Осы бір ай бұрын барып келдім, осы автокөлікпен барып келдім. Ал Астанадағы өзіңіздің отбасыңыз жайлы? Астанада енді әйелім бар, екі балам бар. Ибрахим және Мұстафа деген. Бала кезіңізде кім болды армандадыңыз? Бала кезімде футболшы болуды армандадым. Үйдегілердің бәрі футболды жақсы ойнағаннан мен де сөйтіп ойладым. Сөйтіп жаңа футболға қатыстым, бірақ жаңа проблемасы сол, мен ауылда тұрдым ғой. Ауылда тұрдым және апа әжемнің жаңа үйінде тұрдым. Сөйтіп сол жақта қалып кеттім де, мен жаңа апам енді керемет сөйлейтін сондай шешен кісі еді. Сөз саптау деген масқара. Сосын жаңа ашаршылық көрген, 32-ші жылдағы қуғын сүргіндерді көрген адамдар ғой. Сол кісінің қасында тапшада далада жатып, сол кісінің әңгімесін естіп жата бергем. Содан жаңа үйдегілер де таңғалады, мұны масқара қатты сөйлейтін болдың ғой сен соңғы кездерде деп. Сөйтіп сөйлегішпін кәдімгі, сөйтіп комментатор болдым десем де болады. Енді футболшы болғым келді, бірақ енді ешқандай өкінбеймін. Қазір кез келген футболшыдан кем емес, жалпы абырой атағым деп ойлаймын. Сол футбол, Қазақстан футболына дамуына қайта кейбір футболшыларға қарағанда менің үлесім көп шығар деп ойлаймын. Өзімнің ойым. Комментаторлық арманыңыз бар ма? Комментаторлық арман мен бәрін болдым негізі. Мен өткен жылы бір сұхбат бергенде Аслан Қаженов қалжыңдап сұрайды, не қалды енді жүргізбеген. Бәрін жүргізіп болдым мен былай қарағанда комментатор ретінде. Болдым шынды айтқанда. Содан кейін ғой мен комментаторлықтан кетейін дедім. Сосын мен жаңағы көп адам білмейді, осы жақында мен әдейі істедім. Қазспорт арнасының басшылығын алдадым ғой былайша айтқанда. Нағи Бақытбекті бәрін алдадым. Қалай? Олар маған айтты, Қатарда өтіп жатқан әлем чемпионатының финалдық ойынын сен жүргізесің. Өйткені енді ұлттық арнаға көрсетеді, басқа да көрсетеді. Енді бәрі мен жүргізгенімді қалайды. Бірақ мен жүргізгім келмейді. Жүргізгім келмегенде, Уалихан Қосанбай, Жандос Байділда деген жігіттер бар да. Солар шын айтқан кезде ештеңе жүргізбеген ғой осындай жарыстардың. Үлкен ерсін бар. Үлкеннің жаңа финалдарын жүргізбеген. Өйткені мен қарап отырсаң, 3 Европа чемпионатының финалын жүргізгем, 3 әлем чемпионатының финалын жүргізгем, Чемпиондар лигасын жыл сайын онсыз да жүргізем. Соны былай қарасам, мына артымнан шығып келе жатқан жігіттер бар, өсіп келе жатқан адамдар бар, Жандос Байділда сияқты жігіттер бар. Мықты жүргізеді негізі оларда. Солар шықсын, солар жүргізсін деп, мен тастап кеттім, мен жүргізбей қойын болды деп. Мен сөйтіп әдейі Алматыға кетіп бара жатым, бір іс-шара шығып қалды бірдеңе деп алдып, негізі үйде телевизордан көрдім, шындай дей бар. Сондай жағдай. Бірақ өткенде Жандос Байділда айтады, молодецсің сен дейді, бізге қайта мүмкіндік мынау деген. Олар жаңа Уалихан екеуі пост жазып, біз міне бүгін өмірімізде бірінші рет әлем чемпионатын жүргіздім. Бұл мен үшін өмірімдегі ерекше жағдай деп. Олар риза болып жүр, олар шабыттанып жүр. Мені солар жүргізсін оларда. Сіз енді Бразилияда өткен әлем чемпионатын сол жерде жүргіздім. Бразилияда болдыңыз. Сол өмірімдегі ең бір керемет жетістігім сол деп ойлаймын. Сол әлем чемпионатында Бразилиядағы жаңа барып келген іссапарым менің өмірімді күрделі өзгертті. Мен келген кезде әуежайдан түскен кезде бір 30-40 адам танып, одан кейін Қызылордаға бардым бір командировкамен. Көшеде жүре алмай қалдым ғой қазір. Сол кезде ше ұрып тұрды енді абырой атағым. Қазір көп таниды ма көшеде? Таниды, мына футболға келсем енді бәрі таниды енді. Былай көшелерді білмеймін енді, көп адам, бір-екі адам фотоға түсіп жатады. Қандай ерекше жерде таныды? Енді сол Қызылордада вокзалда
көп адам танып. Мен білмеймін, әуежайда самолеттің ішінде бір екі адам кездесіп қалады. Онда енді қатты бір жаңа Қайрат Нұртастар сияқты, Төреғали Төрәлі сияқты танымал болмасам да, футболды білетін адамдар біледі енді. Мен фотоға түскен кезде мен бірден сұраймын ғой, қай команданың жанкүйерісің дейсің, болды ғой. Сіз қай команданың жанкүйерісіз? Мен негізі Манчестер Юнайтедтің жанкүйерімін. Сол 98 жылдан бері финалды көргем. Бавариямен ұтылып жатқан кезде 2 гол келіп Солскияр Шерингем ұрып кеткен кезде. Содан кейін? Соның ертесін мақала оқыдым, үлкен көлем. Не думай о секундах свысока. Или хроника одного финала деген мақала шыққан Гол газетіне. Спорт Экспресске шықты. Сондай мақалалар. Ана Майк Высоцкийдің өлеңіне байланысты. Сол ана төбеден түсірілген Ноукамп, 100 000 адам отыр. Сондай мақалалар жатқа оқитын. Сосын жаңа Несіп Жүнісбайұлының мақаласын мен жатқа білетін негізі бар ғой. Қара сөзбен жазылған мақаласын. 98 жылы әлем чемпионатына барған ғой кісі. Сөйтіп финалдан кейін қонақ үйге келіп кіріп, балконның терезесін айқара ашып жіберіп едім. Ішке самал желеніп, перделер былай-былай желпей бастады. Сөйтсем бұл Францияның жеңісті рухы екен. Шампанның бөтелкесін тық дегізіп аштым да, әле Франция деп, солар үшін бір рет алып қойдым деген сияқты. Сондай мақаласы болады. Деймін ғой соны. Есіп айтсам енді таңғалатын шығар, айтқан жоқпын әлі, жалпы. Сондай жатқа білетін мен. Қазақстанда қай клубтың жанкүйерісіз? Енді түсінікті Тараз футбол клубының жанкүйерім, өйткені өзім сол Тараздың тумасымын, сол жерде туып өскем, сол клубтың құрылымында кезінде кішкентай балалар кезінде футбол ойнағанбыз дегендей. Соған жанкүйерім, оның үстіне жалпы Тараз футбол клубына жанкүйер емес адам аз шығар Қазақстан футболында, өйткені өзіңіз білесіздер, Бақтияр Зайнудинов мінекей қазір Бешикташта жүр, Сейд Ахмет Еркебұлан, Бауыржан Исламхан, Бауыржан Байтан. Қазір ойнап жүргендерде айтып отырмын да, оның алдында қаншама аңызға айналған футболшылар болды. Тараз деген сол таланттардың ордасы ғой, кәдімгі қазақ футболының. Қазір Қазақстанда медиа лига деген бар. Соған көзқарасыңыз қандай? Көзқарасым өте нашар негізі. Ол болмайтын футбол, ол нашар. Ол футболды насихаттау деп кейбіреулер желеу тағып сөйтіп айтып жүр. Ол футболды насихаттау емес онау. Ол масқара болып, қырылып осы жерде төбелесіп бір-бірінің фотоаппаратын жұлып, сен қара негірсің бірдеңе деген сияқты сондай сөздер айтып жүрген. Ол не ол? Ол футбол ма? Ол футбол емес ол. Ол құр шоу. Ол басқа нәрсе. Ол футболды насихаттау емес ол. Мен өте жаман көзқарастамын шын айтқанда. Дұрыс емес ол. Хобби бар ма? Бос уақытыңызда немен айналысасыз? Бос уақыт менде өте аз негізі. Мен қазір ағылшын тілін оқып жүрмін. Менің хоббиім сол қазір. Ағылшынша курсқа қатысам, сосын жаңағы ағылшын тілінде бір ютубтан жаңағы видеолар көрем. Сол интервью көрем. Бұрын негізі айтыс көретім ғой, жаңа ютубта қоқ қоям да, айтысты жаңа 40 минут елмейді, сонымен ұйықтап кете беретін жаңа. Оны бүкіл ютубта бар айтысын көріп қойдым ғой, содан қазір қызық емес. Сол жаңа ағылшын тілін үйренейін, сол пайдалы деп кішкене сондайды көремін. Сосын жаңа астрономияға қызығам кішкентай кезімнен, сол жаңа Марс, Венера, солардың жер бедерлерінің үстіндегі карталарында шамамен жаттап алдым ғой десем де болады. Қай жерде не бар екен. Соған қызығам кішкене. Ереке, басты сұрақ шығар, Евроға шыға аламыз ба биыл? Өте қиын. Негізі бізде екі мүмкіндік бар. Қазір біреуі іріктеуден, екіншісі ұлттар лигасы арқылы шығуымыз мүмкін. Сондықтан енді осы екі мүмкіндіктің біреуін пайдалануымыз керек деп ойлап отырмын. Екіншісі енді ұлттар лигасы арқылы шығайық десек, ол өте қиын, өйткені ол жақта Түркия бар, Грузияның өзін бірінші жеңіп алуымыз. Мен енді ойша Грузияны жеңіп тұрқ деп ойлаймын. Қазір Хвичаң деген. Оңай емес. Сондықтан ол қырғын кәдімгі тайталас болады ол жерде. Бірақ сол мына іріктеуден өтуіміз керек. Енді Финляндияны жеңбесек, Солтүстік Ирландияны жеңуіміз керек. Сондай командаларды жеңбесек, ол өте оңай емес. Екінші орын алуға тырысуымыз керек. Бірақ мына жерде көп адам түсінбей жатыр да, бұл біз қазір екінші орында тұрмыз, біз керемет мүмкіндік бар дейді. Ол негізі ондай емес. Біз мынау теориялық тұрғыда Дания құрама командасы фаворит әлі де. Өйткені ол Сан-Мариномен ойнамаған, екі ойыны бар. Ал біз бір ойын ойнап қойғанбыз. Ал ол Сан-Марино біздің топта ешкіммен тең ойнамайды ол. Елдің бәріне ұтылады. Алты ұпай бар ғой. Алты ұпай елдің бәрінде бар деген сөз. Ал біз ойнадық, Дания ойнаған жоқ әлі.
Оны есептеуіміз керек қой. Демек Данияға плюс 3 ұпай қосыңыз қазір. Плюс 3 ұпай қоссаңыз, олар бізден жоғары тұрып кетеді қазір. Финляндияда да бізден. Иә, өйткені 9 ұпай болады оларда да. Доп айырмасымен шығып кетеді. Ертең олар 6-0 қылса, бірінші орынға Дания шығады, 10-сыз да шығады. Былай ақ. Көрдіңіз бе? Егер Қазақстан мен Финляндия, Словения да бар ғой біздің топта. Олар да солтүстік Ирландиямен тең ойнау керек. Бірде-бір тең ойнаса, біз Финляндияны 1-0 жеңсек, Дания Сан-Маринаны 6-0 емес, 5-0 қылып қана жеңсе, онда біз бірінші орынға шығамыз. Көрдіңіз бе, бұл жерде миллион математика бар, есеп бар. Қазақстан ұлттық құрама командасы Еуропаға шықса, мынандай бастама көтеруге жүрді. Бізде мына Астанада футбол стадиондары бар. Жалпы Қазақстанда, бүкіл Қазақстанда футболға қойылған ескерткіш жоқ. Бұл деген зор тәрбиелік мәні бар нәрсе ғой. Шетелден адам келеді. Мысалы, солтүстік Ирландияға барсаң, қандай кішкентай солтүстік Ирландиядан кейбір ұлттық ойыншыларын да білмейсің, мысалы, да, танымайсың жоқ. Бірақ Джордж Бест сол жақта екені түсінікті. Өйткені стадиондарының алдына соның ескерткішін қойып қойған. Манчестерге барсаң, сен ол жерде 3 адамның ескерткіштері, Лоу, Базби, жаңағы Чарлтон, Бобби Чарлтон, сэр. Сол үшеуінікі тұр. Наукамқа барсаң, Кройфтікі тұр. Йохан Кройфтікі тұр. Сол сияқты Қазақстанға бір ескерткіш соғу туралы мен бастама көтергім келіп жүрді. Мысалға, қазір еткен Евроға шығып кетті. Кімді қоюға болады? Кімге ескерткіш жасауға болады? Мен ойымша қазір мысалға ескерткіш демей қоятын болсақ, егер енді Тимур Сегізбаев секілді Байшақовтардың біреуіне қоюымыз керек қой, енді олар аңыздар, Құралбек Ордабаев 3 адам бар осындай. Енді тағы да бір нәрсе, мысалға көп адам жасап жатады. Бірінші рет командасы сондай жетістікке жеткен кезде көшенің атын береді көп жерде. Мысалға Магомед Мұсаұлы Әдиев егер біздің ұлттық құраманы шығарса, онда Астанадан бір көше беруге болады деп ойлаймын. Мысалға тарихымызда қалып отырған адам өз жан тәнімен осы Қазақстан деп өліп осылай жұмыс істеп жатыр. Өзінің әкесі осында туған, аталарын кезінде трактормен, КамАЗбен әкеп төге саған ғой олардың отбасын. Бүкіл шешен, ингуштар, жаңағы бәрі осы. Сол сөйтіп қалған адам. Енді ол осында жеңісте ойнаған ғой ол өзі. Сосын жаңа Грознойға кетіп, сол жақта футбол ойнап, танымал болып, Ресей ұлттық құрамасына шақыртып алып, ЦСКАға шақыртып алып, бір-ақ ойнаған екен, бірақ сөйтіп қайтып келіп қайтадан жұмыс істеп отыр. Өткенде Ресейдің атақты журналисті Рабинер оған сұрақ қойды. Сонда қазақ халқына қандай не жасағың келеді, сонда бірдеңе деп жаңағы бір сұрақ қойып отыр. Сөйтсе айтады, енді әкем осында тұрған шешен халқы бүкілі бәрі жақсы көреді. Қазақ деген бұл біздің ағайындас. Ата жұрт деп айтады ғой. Иә, сондай болып кеткен, бәрі осында туған. Сондықтан мен бұл осы мемлекет үшін бүкіл енді күшімді салып, жаңа ұлттық құрамасын шығарсам, мен де риза боламын, шешендер де риза болады. Осы халықтың тарихында қалатын деген сияқты жауап беріп отыр. Көрдіңіз бе? Осыдан біз көп нәрсені алуымыз керек. Осы бағытта жұмыс істей беруіміз керек. Солай болу керек. Ол қазақ бапкерлеріне де мотивация. Қазақтың футбол кішкентай ойнап жүрген қазір балаларына да керемет мотивация. Ескерткіштің жанында фото көрсетеді. Қазақстанда футбол бар екен. Анау баяғы Совет үкіметінің кезінде стереотип қалыптастырып кеткен ғой, қинап тұрып, кәдімгі темірдей. Сонда қазақтар ол футбол ойнамайды. Олар ана ат спорты, көкпар, жаңағы күрес деген сияқты нәрсемен қала берсін деген ғой енді. Сөйтіп жаңағы Қазақстанда көп адам біз футбол ойнамаймыз ғой деп ойлап жүрген. Көрдіңіз бе? Сөйтіп қазір жағдай басқа өзгерді. Футболды ойнауға болады, Данияны ұтуға болады. Неше түрлі командамен Астанамызда ойнады, Чемпиондар лигасында. Онда тұрған не бар? Футболды ойнауға болады кез келген адам. Футболды ойнай алмаймыз деп ойлап жүрген ол Қытай әлі күнге шейін. Көп адам жаңағы маған сұрақ қояды. Бір 19 миллион адам ішінде 11 адам таппадыңдар ма деген сұрау. Қытайда 1,5 миллиард адам бар, 2 миллиард адам бар. 11 адам таппай отыр оларда. Индия әлем чемпионы болмай ма баяғыдан бері? Соны қаншама ақша кетті. Қаншама ақша кеткен Ирунда Сауд Арабия, Біріккен Араб Әмірлігі футболға қанша ақша салғанын білесіңдер ме сендер? Бүкіл Қазақстан тарихында болмаған ақша ол. Мысалы да. Солар шықты ма әлем чемпионатына? Ештеңе де қарық қылып жатқан жоқ. Ойнай алмайды әлемге үшін. Бос уақытыңызда YouTube'да не көресіз? Айтыстан басқа. Сол жаңағы подкасттар, футбол туралы. Қазір 2001 подкаст түсіретін болған ғой. Неше түрлі. Сондайларды көремін. Барасыз қонақта. Өзім де барамын, соларды көремін. Сосын футболдан бөлек енді жаңа шетелдік адамдардың жаңа түсіріп жатқан футболға байланысты бір деректі фильмдері бар, соларды көріп жүрмін. Кімдерді көруге кеңес бересіз? Мен қазір ағылшын футболына байланысты көремін да, Гарри Невилл,
Гарри Линекер, солар түсіретін подкасттар бар. Майка Ричардс солар бірге отырып, олар күлкіден өлесің кәдім, қарқылдап күледі. Мен кейбір жерлерін түсінбей қалам, аударып бүйтіп көріп отырам, субтитрмен. Соның өзі қызықта мысалға. Сондай болу керек, соларды көрем. Сосын жаңағы орыс тілінде бір площадка деген бір YouTube каналы бар, сол жерде жаңа футболға байланысты қызықты бір автобиографияларды, кітаптарды қайтадан айтып отырады, түсіндірме жұмыстары сияқты. Соларды тыңдап жүрем. Енді футболға мүлде қатысы жоқ нәрсе десең, енді жаңа астрономия туралы Владимир Георгиевич Сурдин деген кісі бар, Штернберг атындағы академияның мұғалімі. Сол кісінің сұхбаттарын көрем. Неземной подкаст дейді, сондай космос туралы жасап қойған. Соны көрем. Школа астрономии деген YouTube арнасы бар, соны көрем. Сосын Илон Масктың сұхбаттарын көрем. Сосын жаңа Кип Торн деген кісі бар. Сол кісілердің бір сұхбаттарын, бір өмірге деген көзқарастарын көрем. Өте қызық негізі. Сіз көптеген футболистпен, әлемдік футболисттермен фотоға түстіңіз. Қай футболистпен фотоға түскіңіз келеді? Зейнеддин Зиданмен менің арманым сол кісіден сұхбат алу жалпы. Мен соған дайындалып жүрмін қазір. Өмірімде бір 2 минутқа болса да бір сұхбат алып, болмаса бір фотоға түсіп қалсам ба, сондай бір қалтарыс жаңағындай қасқағым сәттерде. Өйткені Зейнеддин Зидан енді біз футболға енді көз қарап теледидардан сөйтіп жатқан кезде ол енді масқара адам еді, енді легенда, аңыз дейміз ғой. Францияға 2 гол баспен финалда гол ұрды, екеуі де мықты. Өзінің Ювентуста ойнағандай керемет. Не жаңа YouTube дегеннен шығады, мен кейде бір рахаттанып, соның бір баяғы 2000 жылғы ойындарын YouTube'тан тауып көрем. Масқара қатты ойнаған ғой енді. Ондай не деген ми деймін ғой, жасыл алаңда жүріп, бір қимылмен 2 адамды алдап, былай тастап, ана Гвардиоланы ит қылып айналдырып пас беретін. Павел Недведтер, жаңа Александр Дель Пьеролар ойнамаған ғой оның қасында. Зидан деген, не деген ми, не деген интеллект, анау Құдайдың дарыны ғой. Содан кейін жаңа Францияның бір журналистер жазыпты, Марсельдің шетінде жыл сайын жаңа ауыз ашар береді екен, бүкіл көшені, алжирлердің адамдарын жинайды екен. Одан кейін қайырымдылыққа ол масқара ақша береді екен, оны ешкім білмейді екен негізі. Сөйтсе жаңа өмірде де керемет адам екен ол негізі ше. Мен оған көзім жетті. Өзінің бала шағасы бар. Мынау қазіргі футболистер сияқты біреуді зорлады, тұрмыстық зорлық зомбылық деген жоқ. Ол ішіп алып ұсталмаған, ол біреумен төбелеспеген, ол білмеймін, ол дискотеканы шулатпаған Неймарлар сияқты, иә, мысалы. Осындай адам екен ғой, оның әйелі бар, ешкіммен ажыраспаған, мысалы, да. Роналду, Криштианулардың өзі 3-4 әйелден болды ғой. Мысалы, сондай өзінің кәдімгі тұрып жатқан әйелі бар, 5 баласы бар, балалары спортсмен, енді сол қақпашы болып жүр. Сондай адамдар, мені өмірде сондай болу керек екен ғой деймін. Кумир деген осы. Кумир деген сондай адам болу керек екен ғой. Мысалы, енді Неймарды кумир деп сезінетін жас балалар бар ғой. Неймар деген енді өмірін қарап отырсың, таза ақымаққа адам екен ғой негізі. Енді бразилиялықтарға енді сай ғой ол. Роналду ма, Месси ма? Екеуі де мықты ғой негізі. Көбісі адам сөйтіп сұрайды, енді мен не деймін, баяғы Джеки Чан мықты ма, Ван Дам мықты ма деген сияқты болды. Ауылда сөйтіп сұрақ қояды. Енді Роналду деген тренировка жасап, сондай деңгейге жеткен атлет адам. Енді ананың ішкі өзін ұстауы, мына біздің қазақтың жазушысы бар ғой, Мұхтар Мағауин деген, сол сияқты ғой, жаңа қаламға және жазуға серт деген сияқты, ол да жаңа жаттығуға, гол футбол ойнауға серт берген, соған адал адам. Міне, әлі күнге шейін жаттығу жасайды. 38-ге ме 40-ға келіп қалды ғой жас. Бүкіл байлығы да бар, ақша да жетеді, өмірі бар. Бірақ мәселе онда емес та, спортқа берілген. Міне, талант ол жағынан керемет. Бірақ ана футболдық интеллект, футболдың таланты деген жаңа Месси енді. Тума талант. Тума талант, кәдімгі ешқандай жаттығу жасамайық, бойы 1.70, бүйтіп жыбырлап, елдің бәрін алдып, масқара енді, ол да қатты, ол да керемет. Осындай адамдар болғаны дұрыс қой. Енді қазір енді олар болды, бітті ғой, енді олар туралы 1-2 кітап шығады, 1-2 документальный фильм шығады, сонымен шығарып саламыз оларды. Содан жаңа қазіргі мыналар қызығып отырмын ғой мен. Мынау Килиан Мбаппе мен Холланд деген екеуі, мынау Мессидікі, мынау Криштианудың рекордын жаңартып келе жатыр. Екеуі де жас 23-22-де қазір. Масқара ойнап келеді. Мынандай қарқымен ойнай беретін болса, түбі екеуінің рекордын жаңартып, бұл екеуі ұлы болуы мүмкін, кәдімгі ұлы ойыншылар сол деңгейге көтеріп қалуы мүмкін. Енді жарақат бір деңгейден аяқ жаңағыдай аман болса. Ерге фобия бар ма?
Фобия менде біреу бар енді, оны өтірік етпей қояйын. Ол ана кішкентай кезімде папамның кінәсінен болған нәрсе. Алып мен суға лақтыра салған ғой. Ағын суға кетіп. Сөйтіп ағып кетіп, зорға деген шығып, одан кейін екінші рет батып кете жазған кезім болды. Бір класстастарым құтқарып қалды. Теріс Ащыбұлақ деген ағыны қатты суға түсіп кетіп. Сөйтіп ол енді өзі кішкене бір жасым 16-15-ке келіп қойған кез. Содан кейін осы фобияны жеңем деп былай жаңағыдай бассейндер бар ғой, соларға барып жайлап андай 1,5 метрлік бассейндерге барып жүзіп үйреніп алдым қазір кішкене. Қазір жоқ. Бірақ енді ана бір мынандай даладағы ағын сулар сондайға түскен қорқамын енді, өтірік айтпай қойып. Гардеробтағы ең қымбат киіміңіз қандай? Ондай қымбат, мына киім бәрі мен Қазақстан ұлттық арнасы берген киімдер ғой. Шын айтқанда, өзім сатып алған енді бір 180 мың теңгеге канцлер дегеннен пальто сатып алғам, 180 мың теңге болды. Акциямен ба сондай болған кезде алдым. Сосын мен енді киімдерім бәрі үстімдегі ұлттық құраманың киімдері ғой енді, шын айтқанда, спорттық киімдер көп алам. Ең қымбаты енді 80 мың теңгеге бір кроссовка сатып алдым мен, Nike-тың несінен. Nike жақсы көремін, сосын Air Jordan деген шықты ғой, сондайларды бір шорты алдым. Сол енді ең қымбат, 200 мың теңгеден қымбатқа киім алған емес, алмаймын да жалпы. Ол ақымақтық деп санаймын өз басым. Қымбат киініп жүрген. Аса сәнді киініп қуыршақ болма, сәкәкүл дейді ғой Шәкәрім атамыз. Аулақта жемтік сыдырса, оны ойша айуан қыл дейді. Сондай өлеңдер оқып өскеннен кейін. Директке қандай сообщение көп келеді? Мен қалай комментатор бола аламын, маған жол сілтеңіз дейді. Не жазасыз? Сосын мен тұрамда, Сейд Ахмет Бердіқұловтың кітаптарын оқу керек, комментатор болу үшін спорт қазақ тілінде жазылған кітаптарды оқу керек шығар ең ақыры. Соны оқымайды ғой адамдар. Сөйтіп келіп комментатор болғым керек, спорт журналист болғым келеді. Жарайды, мақұл. Сөйтіп айтып жібере берем. Сосын басында негізі Абайдың жаңағы Абай жолын оқыңдар десем, элементарно, соны оқымайды ғой адамдар. Көп ұзақ дейді, 4 том дейді. Мен білмеймін, бір аптада оқып тастауға болады ғой. Жалпы сондай адамдар соны жазады, сосын жаңа жанкүйерлер жазады, сен біздің клубты масқараладың, сынадың, сөзіңе жауап бер, ертең біздің қалаға келме деген сияқты угрозалар бар арасында. Жауап бересіз ба? Жоқ, жауап бермеймін мен, ол қайсы біріне жауап беріп отырмын. Көп ондайлар жазып отыр. Хейтерлар көп па? Хейтерлер бар, әжіп. Не жазады? Сол жаңағындай. Клубқа байланысты ғана ма? Сен Ақтөбені сынадың дейді. Сен Қайратқа қарсысың дейді. Bir күні Қызылордадан біреу жазып жіберді. Сен Қайсарды өмірбақи сынайсың да отырасың. Не көрінді саған? Саған ақша бере ма біреу бірдеңе деп жаңағы. Ол енді Қайсардың жанкүйері шығар. Енді сен Қайсардың жанкүйері болса, сен Қайсарды сатып алмаған шығарсың. Мен сынауға правам бар шығар журналист ретінде деймін. Енді оны қалай түсіндіремін адамдарға? Жарайды. Кейін может түсінетін шығар өздері. Мен жасап отқаным сол қазақ футболы дамысын, анам біліп отырмын да не істеп отқаным. Ол сол Қайсар сол мен сынап болғаннан кейін қораға кірді кәдімгі, шын айтқанда. 38 миллион теңге ақша қарыз бір футболистке. Алексей Шумских деген. Анау айдалада Ресейде жүрген біреу бол. Ол футбол ойнап жетістім. Ол Асхат Тағыбергеннің орнына 2 минутқа ойнаған ғой заменге кіріп. Болды, одан басқа ойнамаған, соған қазір әлі қарызы 38 миллион теңге. Ана Ақтөбені айтсаң енді шіріп жатыр былық ішінде кәдімгі. Роман Изотов, Куленко, бір болмайтын футболистерді алып келген. Оны айтсаң қазір Ақтөбенің жанкүйерлері Изотов деген ФНЛ-дағы ма? Иә, анау Арсенал Туладан. Иә. Ол біткен адам ғой кәдімгі футболшы. Ол деген карьерасын бітірейін деп жүрген адам еді. Иә, соны Ақтөбе алып отыр ғой, 4 миллион 800 мың ақша беріп. Енді не дейсің еді? Осы мен қалай айтпаймын. Сөйтсем жаңа жанкүйерлер жазады, сен сынадың, бүйттің сөйтіп. Биыл Ордабасы чемпион ба? Чемпион шығар енді 8 ұпай озып кетті. Оны жібере алмайтын шығар, жіберіп қоймайтын шығар, өйткені Ордабасының ойыншылар құрамы да масқара мықты ғой. Ана Евгений Макаренко деген ойыншылары бар. Шетелден кейін легионерлер қандай күшті. Асхат Тағыберген бар, капитан ұлттық құраманың. Сергей Малый бар, бәрі мықты. Сондықтан мен ойымша Ордабасы чемпион болу керек биыл. Ереке, сіз көп елде болдыңыз. Қандай елге барғыңыз келеді? Мен енді Африкаға барған жоқ, сосын Австралияға барған жоқ. Сол Австралияға барғым келіп жүр негізі. Сосын жаңа бір енді комментатор, спорт журналист ретінде бір кішігірім бір мақсатым бар. Мен көргім керек 2 ойын қалды ғой. Манчестер мен Ливерпульдің ойынын Олд Траффордта отырып көрсем бе деп отырмын. Сосын жаңа Ривер Плейт пен Бока Хуниорстың ойыны бар ғой, Бамбанера деген стадионда, Аргентинада. Ол өте жаңағы қауіпті нәрсе екен негізі. Ол әлемдегі ең опасный, қауіпті дерби болып саналады.
адам өліп өте мүлдет, кем дегенде 6-7 адам өледі екен бір дербиде. Соны мен барып сырттан көріп видеоға түсіріп, жаңағыдай видеоблог сияқты қылып түсіріп, соның өзім көзбен көрсем ба деген бір ойым бар енді. Қауіпті болса да көреміз енді соны. Ереке, өмірде көп боқтайсыз ба? Бар, боқтаймын, оны енді жасырмай қояйын. Футбол көріп отырған, қалжыңдайды ғой, Қазақстан футболын көрген адамдар бұлар әбден шаршаған. Қайрат Әділгерей деген ағамыз бар ғой, сол айтады. Мынау қашып кеткен ғой, мынау негізі жасы 30-да бұның дейді, маған айтады. Түрін қарасай, 50 келген адам сияқты ғой мынау Ермұхамед дейді. Бұл қазақ футболын көріп қажыған дейді. Өлтіреді өкісті. Сондай ғой, енді неше түрлі нәрсені көресің деп кейде амал жоқ боқтайсың. Сосын жаңа біз боқтық сөз деген тек ол қазақтың бейпіл сөздері деген бар ғой, ол да бір жанр ғой. Негізі Ақселеу Сейдімбек ағамыз жазған. Оны тоқып алғанбыз негізі. Білеміз. Эфирде кетіп қалған кездер болды ма? Жоқ, онда жіберген жоқпын эфирден. Эфирде кетіп қалған жаңағы уже еще деген сөздер бар ғой, орыстың. До конца деген кейбір сөздер мен айтып жіберген байқамай. Орыстың сөздерін. Бірақ енді білмеймін. Оқтық сөз айтқан жоқпын әзірге. Қазір неше пайызға бақыттысыз? Мен білмеймін. 90% бақытты адаммын деп есептеймін өзімді. Өйткені мен комментатор ретінде жалпы көп еркек өмірдегі Қазақстандағы армандайтын нәрселерді істеп қойған адаммын да. Комментатор болу деген біраз еркектің арманы. Мысалы, ол болдым. Бразилияға бару деген ол арман. Футбол фанаты үшін, комментатор үшін. Әлем чемпионатына. Әлем чемпионаты сол жерде отырып жүргізу деген еді масқара нәрсе ғой. Қазақстан спорт журналистикасының тарихында қалған адам. Бірінші спорт комментаторымын сөйлеген. Одан кейін не істеймін енді? Одан кейін ұлттық құраманың шеттегі ойындарына барып жүргеніме 10 жыл болды. Журналист ретінде бардым, қазір қызметкер ретінде барып жүрмін. Әлемнің Европаның енді 40 мемлекетінен барып қойдым. Енді не істеймін енді? Жалпы футбол фанаты, футбол адамы ретінде, былай жеке адам ретінде де тфай деймін, жалпы жаман емес, 90%-дай бақыттым. Бірақ жаңа кейбір мәселелер мен қынжылтады. Әлі де шешілмей жатқан мәселелер бар ғой, тілге байланысты да, футболдың дамуына, инфрақұрылым дейміз. Сондай мәселелер мен кейде қынжылтады, сол жерлері ғана кішкене бір өкінішті. Содан кейін Қазақстандағы жанкүйерлердің алауыздығы, мен ойлаймын, мен сияқты адамды қолдау керек қой, кез келген Қазақстандағы жанкүйер. Мен сол қазақ футбол дамысын деп қаншама нәрсе істеп бәрін қазақшылап болдым. Енді сынап жатырмын, ана бақшылардың келісіп жатқанын бәрін көріп біліп отыр. Соны айтып отырсам, соны маған қарсы шығып адамдар. Негізі неғұрлым көп адам болады осындай айтып, соғұрлым футбол тазарады ғой. Әрине, қазір мен айтып отырмын, кеше 3-4 журналист бар өстіп айтып жазып жүрген. Ол сол 4 адамның өзіне қоқан-лоққы көрсетеді адамдар. Түсінбеймін. Енді бір күні білмеймін енді, машинамыздың дөңгелегі жарылып қалды деген сияқты сондай нәрселер болмаса. Россияда естіген шығарсыз, бір Красаваны ұрды ғой кезінде, білемін. Жоқ, ұрғаннан бөлек, ана Игор деген бар ғой, Спартактың. Сол машинасын өртеп кеткен ғой. Кәдімгідей, неде тұрған кезінде. Енді ондай біз ол үшін, жаңағында сондай нәрсе болмау үшін халықтан қолдау керек қой. Егер халық қолдайтын болған жағдайда ғана жаңағы селекционерлер, спорт директорлар қорқа бастайды. Ал егер де фанаттары керісінше журналист қатылатын болса, онда жаңағындай нәрсеге келіп соғады. Расправа болады. Кейде ойлаймын, мен не керегі бар, мен тыныштық, басыма саулық, өзімнің кайфымен рахаттанып жүре бермеймін. Ұлттық құраманың баспасөз хатшысымын, қазақ футболдың проблемасы ол. Мен шешемаймын оны бәрібір деп, үйде тіпті жата берсем де болады негізі. Бірақ енді обал ғой, қаншама нәрсені көріп отырып, біліп отырып, ештеңе істемеу дегенде ұят нәрсе. Ертең бәлкім біреу есіне алатын шығар, кезінде Ермұхамедтер осыны істеп еді, айтып еді, осыған қарсы шығып еді, содан кішкене тазарып қалды деп біреу есіне алатын шығар деп ойлаймын да. Өйткені қанша байлық жина, дүние жина, бәрібір болмайды. Оны тек өміріңнен қалатын сол жақсы сөз, атақ абырой ғана қалады деп ойлаймын мен ше, негізі. Сол үшін өмір сүремін, мотивация сол негізі. Ереке, маған өзіме қызық сұрақтардың бірі, мына прическа.
бұл Златан Көкенгі ғой. Златан Көкең бір жасысы. Енді кезінде сол 25-26 жасымда мен қызығып, сол Златан мықты ойнап жүрген кезде, жаңағындай миллиондаған ставкалерін шығарып жүрген кезде қойғам осылай шашымды. Содан жарастық керемет болып, осы маңдайым кең адамның өзі жалпы. Сөйтіп көрініп тұрсын деп сөйтіп жасадым. Ұнады. Оны негізі папам ұрсып алдырып тастаған бір рет. Сөйтіп жарайды деп. Сосын жаңа ауылға барам ғой. Кәдімгі Тараздағыш. Сонан жайып жіберемді, кепке киіп көрсетпеуге отырсам, енді ұят шығар, енді ауылда балалар көрмей қойсын. Біреуге үлгі болатындай шаш емес шығар деп ойлаймын. Сөйтіп тығылып сөйтіп жүрем еді. Бірақ енді эфирге шығып жүрмін, қазір бәрі үйреніп қалды. Өзгертетін не жоқ па? Ой жоқ па? Бар, алып тастаймын ғой. Просто мына қазір мына Астанада болсын, басқа жақта бір экология ма, бір деңгей дұрыс емес па, шаш дұрыс еспей жатыр ғой негізі қазір, шын айтайын, азайып барадыр, сиреп. Содан енді қоятын шығармыз, тықырлап аламыз ғой, жасымызды 42 болды, не істейміз енді. Енді шаш өсіп тұрған кезде қазір неше түрлі нәрсені жасап алайық деп жатқаным ғой. Жайдарманның жюриінде болдыңыз. Иә, Есен Елеукен ағамыз шақырды, содан бардым, ол кісінің сөзін жерге қалдырған жоқпын. Жалпы Есен ағаның да осы сұхбаттың жазылуына үлкен үлесін қосты. Есен аға, көріп отырсаңыз, көп рахмет. Қалай ұнады ма? Жалпы жайдарман ұнады, соңғы кездері жақсы болып келе жатқан сияқты. Маған анау кезінде Сырдария деген командалар ұнайтын да, сол оңтүстіктің командалар. Содан кейін бір қарасам, бір нашарлап кетті бір 2 жыл КВН жайдарман қазір. Нашар болып кетті, содан мен көрмей жүргем. Кейін шақырды, барсам жақсы командалар бар екен негізі. Арасынан теріп алып, сөйтіп көруге болады негізі. Бәрі бірдей керемет емес, бірақ арасында жақсы талантты жастар бар екен, шығып келе жатыр. Көріп жүрмін. Ереке, сізді қандай қырыңыздан танымаймыз? Комментатор екеніңізді білеміз. Ақындық өнері бар екенін білеміз. Болды енді сол, бүкіл қырым сол ғой менің. Енді жаңағыдай музыкалық аспаптарда бірдеңеде ойнау деген сияқты ондай нәрселер жоқ. Бір жаңағы дубляжға қатысым болған, кино, сериалдарды дыбыстадым. Одан кейін қалжың әңгімелер, жаңағыдай афоризмдер жазып тұрам. Фейсбукта жазам ғой енді көп жағдайда. Үлкен адамдарға арналған аудитория. Өткенде бір сөз жазып едім, сол бүкіл соны көшіріп жазып қойыпты. Сентябрьге дайындық мәселесі, балаларды киіндіру, киім қымбат деп жазып жатты ғой. Сол кезде мен жазған, бір әйел шешіндірсең, 2 баланы киіндіресің түбінде. Сол сияқты сондай сөздер жазып тұрам. Рамазан Фаилов деген жігітпен таныстым өткенде. Ол да жазып тұрады екен. Жақсы жазады. Мен оны телеграмнан көрдім. Сөйтсем ол инстаграмда жазады екен ғой. Жайдарман ойындардың редактор ғой. Енді бұрыннан танимын негізі. Сол осы жақында жаңа фейсбугына, несіне бәріне тіркелдім. Инстаграмына, телеграмына. Сөйтіп қызықты жазып тұрады. Мен де не сондай жазып тұрам да. Сол хобби сияқты кішігірім бір комедиялық жанрға бір кішкене сондай ұнатамын жазғандарды, күлкілі оқиғаларды. Достар, енді конкурстың шарттары оп-оңай. Бөкей YouTube арнасына тіркелесіздер, видеоға лайк басасыздар, комментарий қалдырасыздар. Комментарийға Ерекеңге сұрақ қояды, сол сұраққа жауап бересіздер. Бірінші жауап берген адам қандай сыйлық алады? Білмеймін ғой, қандай сыйлық алады. Сіз айтасыз, сіз бересіз сыйлықты. Онда сыйлық комментатор Мәулен күнделігі деген кітабы бар ғой, соны сыйға тартайын. Болды. Өзінің кітабымыз. Ол енді сұрақ қояйын онда. Мен жалпы комментаторлық қызметте болғанымды бәрі біледі, инстаграмнан бәрі бақылап отырады, көп жанкүйер білетін шығар. Соның ішінде бір әлем футболының тарихында бір рекорд жаңартылған кез болды. Біреудің рекордын біреу жаңартты. Сол бұрын ұзақ уақыт тұрған рекордсменнің адамның өзі сол жерде болды. Және үстінен жаңартқан адамды да сол матчта гол соғып, сөйтіп жаңартты. Сол қай матч, қай оқиға әлем футболындағы бір ерекше матчтың бірі. Соның мынау өткен матч есебі мынандай, жаңартылған рекордтың авторын жазсаңыздар, бұл жеткілікті. Оңай емес, комментарийға жазамыз, видеоға лайк басамыз, және де каналға тіркелеміз. Және де Аладоу арнасына да тіркелуді ұмытпаңыздар. Ерекеңнің инстаграмы, телеграмы барлығы қазір осы жерде шығады. Описанияда сілтемеде тұр, тіркеліп кетіңіздер. Ереке, көп рахмет. Рахмет саған да. Жақсы сұхбат болды.